Мұғалім жауапты міндет, ол адамды қалыптастыру. Бүгінгі таңдағы өскелең ұрпақты тәрбиелеп өсіру мұғалімдік қызметке артылған үлкен үміт. Ұстаз болу адамның асылдығы деп Ғафу Қайырбеков ағамыз жырлағандай, бойында асыл қасиеттері бар адам ғана ұстаз бола алады деп білемін. Мен Қызылорда облысы Арал ауданы номері 82-ші орта мектептің физика пәні мұғалімі Нажмадинова Ақгүл Арстанбекқызы. Алланың қалауымен ұстаз болып, бүгінде 16 жылдық тәжірибесі бар педагог-модератор санатындағы маманмын. Білім нәрімен терең сусындаған тәрбиелі де ізгі жүректі адамды өмірге үлкен мақсаттар қойып, талапшылдықпен алға аттасам, бұл менің өмірімнің ең шынайы мәні болар анық. Менің шәкірттерім егемен елдің тәуелсіз Қазақстанның толыққанды азаматы болып шықса, одан артық менде қандай арман болсын. Міне осындайда ұстаз ұлық емес, ұлы қызмет деген Бауыржан Момышұлының керемет дана сөзін жадымда сақтаймын. Жаңа заманның мұғалімі бұл рухани дамыған, әрі әлеуметтік тұрғыдан есеген, педагогикалық технологияның барлық түрлерін жетік меңгерген білікті маман. Өзін-өзі әрдайым жетілдіруге ұмтылған шығармашыл, креативті тұлға деп білемін.